жас, өте жас режиссураға енді қадам басып жатқан жас режиссер өзінің жұмысын неден бастау керек? Кеттік. Бірінші жұмыс. Қоршаған ортаны зерттеп үйрен. Қара, не болып жатыр? Қандай құбылыстар болып жатыр? Адамдар немен айналысып жатыр? Айналада қандай оқиғалар орын алып жатыр? Және ең бастысы, сенің оған деген ойың қандай? Сен ол туралы не ойлайсың? Жас, қағаз бетіне түсір. Бұл бірінші мәселе. Екі, оқиғаларды өте қызықты етіп айтып беруді үйрен. Яғни, кешегі болған жағдайды, кешегі болған қызықты бір әңгімелерді өсек емес. Достарыңа, көршілеріңе, сыныптастарыңа, ата-анаңа, дастархан басында, көшеде, орындықта айтып беруді үйрен. Соны әдетке айналдыр. Мысалға, кеше болған Мессидің футболы қалай өтті? Оның салған голдары саған ұнады ма? Және ол саған қандай әсер етті? Осы туралы қызықты етіп айтып бер. Мейлі ол Мессидің фанаты болмаса да. Өміріңе күнделік арнап қой. Бүгін азанда дүкенге бардың, нан сатып алдың, кеше паркке бардың, алдың күні өзің досыңмен жолықтың. Әртүрлі сенің өміріңде болып жатқан қызықты және қызықты емес оқиғаларды қағаз бетіне түсіріп үйрен. Өзіңе арналған күнделік болсын. Ол күнделік тек қана өзің оқы, жұрттарға оқытпа. Өйткені сен жаман-жаман қылып жазуың мүмкін. Ол жерге өзіңнің қызықты оқиғаларын жазып, түбінде өзің бір түйін жаса. Яғни ол оқиғадан не ұқтың? Өйткені режиссер өзінің ойын қағаз бетіне түсіре алу керек. Бұл өте маңызды. Сурет сал, көбірек сурет сал. Мейлі қисық, жаман болса да сурет сала бер. Мысалға басы домалақ, асты аяғы мен қолы мынандай таяқша алып салатын қой. Дәл солай сала бер. Режиссер болу үшін міндетті түрде Пикассо болу керек емес. Қарапайым ғана суретші бола бер. Өзіңнің ойыңда жатқан дүниелерді қағаз бетіне түсіре бер. Ешкім саған суреттің қисық екен, суреттің жаман екен деп айтпайды. Өйткені бұл сурет тек сен үшін ғана. Адам егер ойындағы дүниелерді сыртқа шығаратын болса, бұл онда режиссердің бір қабілеттерінің бірі. Ал сурет арқылы сен ойыңды өте керемет сыртқа шығара аласың. Өмірдегі болып жатқан әлеуметтік желіде көріп жатқан оқиғалардың бірнешесін қағаз бетіне тізбекте. 1, 2, 3, 4, 5. Сосын сен егерде саған мүмкіндік берілсе, осы жер бетіне тек сен ғана соны шешетін болсаң, сол оқиғалардың түбін қалай шешер едің? Мысалыға, өзіңнің жүріп жүрген қызын пышақтап өлтіріп кеткен адам туралы. Сен өз ойыңды айт. Қалай шешер едің? Егерде шешім саған келіп тұрса, не айтар едің? Қалай финал жасар едің? Және 6-шы, дауыстап кітап оқы. Журнал, газет, кез келген дүниелер дауыстап оқып үйрен. Үйіңде өзің қалған кезде қызық болсын, қызық болмасын, сен оны түсінсең де түсінбесең де дауыстап оқып үйрене бер. Өйткені режиссер бұл бағыт беруші, бұйрық беруші, бұл басқарады. Сондықтан ол басқара алу үшін